Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге бар болғаны тек екі ағзаттан жасалатын өте дәмді балмұздақтың, яғни кілегейлі балмұздақ пломбирдің рецебімен бөлсемін. Күн ыстықта таптырмас балмұздақ балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 33% сливкиді құямыз. Оның үстіне кез келген қоюлатылған сүтті, яғни сгущенный молоконы қосамыз. Менде дәл осындай 33% сливки. Енді осы екеуін миксердің аз жылдамдығынан бастап көбейте отырып миксерлейміз. Өзіңізге қажетті қоюлықта болғанша миксерлейміз. Егер сұйық болғанын қаласаңыз, миксерлеу уақытын азайтуға болады. Мен осындай қою болғанша миксерледім. Достар, менің каналымда осы рецептпен қатар көптеген құрамы қарапайым оңай заттармен жасалатын көптеген түрлі торттардың, әртүрлі выпечкалардың рецепттері бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Енді осы дайын болған массаны алып, осындай кез келген ыдысқа немесе контейнерге құйып, 5-6 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Бетін тегістеп қақпағын жауып, немесе пакетке салып, қатыруға қойып қоямыз. 7-8 сағат өтті, балмұздағымыз қатып тұр. Жалпы балмұздақ жасаудың да өте көп түрлері бар. Қайнатпалы креммен де жасауға болады. Бірақ та осы көп жасаған балмұздақтардың ішінде өзіме өте ұнағаны осы түрі. Жасалу жолы да өте оңай, ары кетсе 5-6 минуттай ғана уақыт кетеді. Ең бастысы өте дәмді болып шығады. Бетіне өз қалауымыз бойынша кез келген жемісті, киви немесе бананды немесе клубниканы қойып әсемдеуге болады.